Ғали Сүлейманұлы Мақатаев. 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында туып өсіп, 27 наурыз 1976 жылы Алматы облысында қайтыс болды. Шын аты Мұхаммедқали. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, мәртебесі биік ақиық ақын. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесімен, әр жүрекпен тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен беделеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Мұқағали өзіне дейінгі өлең өру мен жыр сомдаудағы қазақ халқының ұлттық мектептері мен дәстүрлері жалғап қана қоймай, оны жан-жақты дамытқан, тереңдеткен, қазақтың өлең сөзін жаңа жаңғырларға көтерген, жаңа кеңістіктерге алып шыққан 20 ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі, ақынның өз сөзімен айтқанда, ақынмын деп қалай мен айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталадым, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген ерен жырдың жаратушысы, ұлы тұлға, ұлы ақын. Поэзия, менімен егізбедің, сен мені сезесің бе неге іздедім, ала ұртқан таңдардан сені іздедім, қара отқан таулардан сені іздедім. Қара отқан таулардан сені іздедім, сені іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сені іздедім жоғалған замандардан, сені іздедім іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз ғып жаратқан ба.